Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Мені таңғалдырған партия. Ойынның ортасында цуг цванг. Цуг жүру, цванг мәжбірлеу. Ақ фигуралармен Юрий Гусев ойнайды, қара фигуралармен Юрий Львович Авербах. Бүгін Юрий Львович Авербах дүниеден өтті. Өміріндегі ең басты еңбегі әрине эндшпильге байланысты. 5 томнан тұратын уәзір, тура, піл, ат және сарбазға байланысты эндшпильдерге кітап жазды. Мүмкіндіктеріңіз бар болса, міндетті түрде танысыңыздар. Өйткені қазақ аудиториясы бұны да білу керек. Және осындай партияны көрсетуді жөн көрдім. Бұл партияны Олег Соломаха деген азаматтың каналынан көрдім. Міндетті түрде сілтемесін салуға тырысамын. Кеттік. И4 және С5. Сицилиян қорғанысы АТФ3, Д6 және Д4. Бұл өте маңызды жүрістердің бірі Д4. Міндетті түрде орталық үшін күресу керек. Негізгі орталық бар және кеңейтілген орталық бар. Осы орталық үшін міндетті түрде күресу керек. СД, ат Д4 және АТФ6. Бұл жүрістің бір ерекшелігі, егер де қаралар АТФ6 деп жүрмейтін болса, онда қарсылас деген ақтар деген С4 деп жүреді, атақты Геза Мороци вариантын немесе жүйесін пайдаланады. Ол енді қараларға кәдімгідей қысым көрсетілетін варианттардың бірі. АТФ6, АЦ3 міндетті түрде Геза Мороци вариантын болдырмауға тырысу керек. Ж6, Dragon Variation дейді, айдаһар варианты, піл И2, ат С6. Бұның ең басты мақсаты әрине атпен, мына С6-дағы атпен және Ж7-дегі пілмен Д4-дегі атқа қысым көрсету. Ат Б3. Әрине бұны қаралар ақтар ұнатпайды, сол себепті өздерінің атын алып тастады. Піл Ж7, патшаны сарайғыздық және піл И6. Жалпы қазір мүмкін мен енді айдаһар вариантының сарапшысы емеспін, немесе мықты маман емеспін, бірақ піл И6 деген жүріс жасамайтын шығар деген ойдамын. Себебі бұл партия 1946 жылғы партия. Сол себепті қатты сынаудың қажет жоқ. F4, бұл жердегі айта кететін жағдай атақты Вильгельм Штайнис ережесі. Егер де орталық тұрақты болатын болса, онда оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. С8, әрине Сицилиян қорғанысының негізгі ойларының бірі, идеяларының бірі С жолын пайдалану. F5, былай қарасаңыздар, біз деген пілге шабуыл жасап тұрмыз және И5-тегі торды қарсыласқа бергенде сияқты оқымын. Бірақ қарсылас бұл тормен ұтымды пайдалана алмай. Ж7 және Ж4. Тағы бір рет ескертем, атақты Вильгельм Штайнис ережесі. Егер де орталық тұрақты болатын болса, онда оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасаңыздар болады. Ат негізгі орталыққа қойды. Ж5, мына F6-дағы аттың көзін жоюға тырысады. Мен сіздерге үнемі айтам өзімнің видеоларымда, ат деген бұл қорғаушы, өрт сөндіруші және өте маңызды аттардың қатарында. Себебі бұның еңбегі көп, 1, 2, 3 және 4 көп торларды бақылауда ұстайтын аттардың бірі. Ат Ж8, көрдіңіздер ме? Ат Ж8-ге барады, өйткені басқа амал жоқ. Ат Д5. Бұның ең басты мақсатымыз не? Атты негізгі орталыққа қою және қарсыласқа барынша қысым көрсетудің мүмкіндігі деген сияқты. Әрине H6 деп жүріп, мына H жолын ашуға тырысу керек. Бірақ Юрий Львович Авербах бұл жерде сәтсіз шешімдерді қабылдайды. F6. F6 шеген шешімнің бір үлкен кемшілігі әрине И6-дағы торды әлсіретеді. Бұл торды тек қана Д7-дегі піл қорғап тұр. Болашақта әрине біз деген осы торды басып алуға және осы торға ұмтылуға тырысамыз. Піл И3. Әрине патшаға шабуыл жасауға мүмкіндік жоқ, бірақ өзіміздің ұйықтаватқан ойыншыларымызды оятуға тырысуымыз керек. Б6 және ат Д4. Әрине, егер де И6-дағы тор әлсіреп қалса, онда әрине ол жерге қарсыластың ойыншылары міндетті түрде баруға тырысады. Патша F7, бұның ең басты мақсаты не? И6-дағы торды барынша қорғауға тырысады. С3. С3-тің ең басты мақсаты әрине мына Ж7-дегі
пілге тосқауыл қою және мына C8-дегі тураға да тосқауыл қоюдың амалы. Бұлай және ат I6. Бұл атты біз деген 8 аяқ ат деп атаймыз. Неге? Өйткені 8 торға үлкен қысым көрсетеді. Әрине бұндай атты шыдауға ешқандай мүмкіндік жоқ. Жедік және егер де бұлай жейтін болса, әрине онда уәзір B3 біз деген ақ торлардың қаншалықты осал екенін және қарсылас деген бұл жерде қатты қиналатынын көріп тұрмыз. Біздің қаруымыз бар, ол қаруымыздың аты ақ піл. Және біз оның әрине өзіміздің қаруымызбен, өзіміздің артықшылығымызбен толыққанды пайдалануға тырысамыз. D7 шах, бұлай және уәзір A4. Біз деген біріншіден байлау әдісін пайдаланамыз, екіншіден A7-дегі сарбаздың қал жағдайын білуге тырысамыз. D8 және ат B4. Байлау әдісінің арқасында қарсылас деген атынан айырылып қалады және осымен ойын аяқталады. Әрине бұны Юрий Львович жақсылап тұрып түсініп тұр. Ол деген патша F8 деп жүр. Енді былай қарасаңыз, мынау деген қатарласқан сарбаздар, бұл осал сарбаздардың қатарына кіреді. Бірақ байқасаңыздар, мына G8-дегі ат ештеңе істемейді және H8-дегі ат та ештеңе істемейді. Әрине, мына негізгі орталықтағы ат, былай қарасаңыздар, көңілге демеу, бірақ өкінішке орай ақтарға ешқандай қысым көрсетпейді. Ат F6. Тағы да бір рет біз 8 аяқ атымызды еске түсіреміз. 8 аяқ деген не? Өйткені Night Octopus, ағылшын тіліндегі қолданылатын терминдердің бірі. Сіздер де болашақта ағылшын тілін үйренгеніңізде, сіздер де көресіздер, көптеген видеоларда Night Octopus деген сөзді көп пайдаланады. Ат F6, GF, және піл F6, піл H6. Енді біз деген тағы бір айта кететін жағдай, әрине піл шеге, пілді шеге ретінде қағып, қарсыластың аумағына кіруге тырысамыз. Патша G8 деп жүр және тура F6. Көбінесе адамдар өзінің турасын пілге айырбастауға тырысады. Неге? Өйткені тура деген 5 сарбаздан тұрады, ал піл деген 3 сарбаздан тұрады. Және оның құны екеуінің әртүрлі. Соған байланысты көбінесе адамдар осы бағасына қарап шешім қабылдайды. Ол деген қате шешімдердің бірі. Сіздер кейбір кездерде өзіңіздің тураңызды пілге айырбастау мәселесін міндетті түрде өте мұқият қарауға тырысуларыңыз керек. I7 және уәзір D6. Біз біріншіден D6 бұл жерде атақты Филидор ережесін есімізге түсіреміз. 6-шы және 3-ші қатарды уәзір және туралар өте жақсы көреді. Немесе ауыр фигуралар бұлар деген ерекше ұнатады. Және тура C6. Бұл жерде айта кететін жағдай, әрине Юрий Гусев мықты жасанды интеллект сияқты ойнап жатыр. Былай қарасаңыз 46-шы жыл, былай қарасаңыздар шахмат деген осал болып көрінеді, бірақ өте керемет. Олег Соломаханың айтуы бойынша ол деген жасанды интеллект арқылы бұл партияны тексерді. Бірақ мен бұл партияны жасанды интеллект арқылы тексерген жоқпын. Өзімнің қандай деңгейім бар, сол деңгейімді көрсетуге тырысамын. Және уәзір негізгі орталықтағы аттың көзін жояды. Жедік және былай жедік. Былай қарасаңыздар, қараңыздар. Бір тура, содан кейін бізде піл бар, содан кейін бізде екінші піл бар. Бір қарасаңыз, бағасы 5 қосылған 3, 8 қосылған 3 және 11 болады. Бар болғанда. Мына жерде 10 қосылған 5 және қосылған тағы 5, 20 болады. Былай қарасаңыздар, 20 деген 20 әскері бар ойыншылар, 11 әскері бар ойыншыларға жеңіліп жатыр деген ақпаратты көрсеңіздер болады. Көрдіңіздер ме? Тағы да бір айта кететін жағдай, мына сарбаз, білесіздер, бұл орталықтағы тұрған өтетін сарбаздардың бірі. Сіздер білесіздер, өтетін сарбаздың 4 түрі болады. Орталықтағы, шеттегі, қорғалған және екеуі бірлескен, байланған сарбаздар болады. Тура F1, әрине біздің ең басты мақсатымыз не? Қарсыластың мына F8-ге кіруге болады. Көрсеңіздер, мына H8-дегі тура өте әлсіз туралардың қатарына кіреді. Былай қарасаңыздар, естеріңізде осы. Бір орында тұрып, ештеңе істемейтін ойыншылардан қорқудың ешқандай қажет жоқ. Әрине, бұл жердегі түсінетін жағдай, егерде тура I6 деп жүрсе,
егер де жүрсе, онда піл С4 деп жүреміз де, келесі мынаны жейміз, жегеннен кейін тура F8 деп емін-еркін матты қоямыз. Әрине, бұндайды қарсылас деген болдырмай, және C8. Біздің ең басты мақсатымыз мына орталықтағы сарбаздан айырып қалмаудың амалын ойластырамыз, және піл D1. Біздің ең басты мақсатымыз не? B3-ке қойып, және I7-ге шығарғаннан кейін қарсылас деген емін-еркін мына патшаға мат қойып. Бұлай, және піл B3, және B5. Бұл жерде енді әрине Юрий Гусев толық өте керемет жүрістер жасамайды, бірақ бәрібір бұл деген жеңіс үшін жеткілікті. Бұлай қарасаңыз, бұл жерде A4 деген іс-әрекет. Бірақ бұны A4 деген жүрісті әрине жасанды интеллект жасайды. Жасанды интеллект және тереңдігі 63 жүріс, жартылай жүріс деген сияқты. Бұны енді арнайы компьютер деп айтуға да болмайды. Бұл жасанды интеллект, соған байланысты біз адам екенбіз, және ақуыздан тұратынымызды, ақуыз және көмірсу және майлардан тұратынымызды тағы бір рет көрсетеміз. C4 жедік және B3. Әрине, қарсылас деген сіздің I6-дағы сарбазыңыз жей алмайды. Неге? Өйткені F8-ге. Көрсеңіздер, ерте ме кеш пе қарсыластың жүрістері аяқталады. Аяқталған кезде әрине цук-цванг болады. Цук жүру, цванг мәжбүрлеу. Ерте ме кеш пе қарсыластың I7-дегі немесе C7-дегі сарбазды жеуге тура келеді. Бұлай жүрдік, жедік. Бұлай қарасаңыздар, мынауда қатарласқан сарбаздар, барлығы деген өте осал, бірақ шын мәнінде бұлардың қаншалықты мықты екенін сіздер қазір байқайсыздар. Мынауды өтетін сарбаз, мынауды өтетін сарбаз. Уәзір өкінішке орай өте белсенді емес, ештеңе істей алмайды, қауқары төмен, ал бірақ мына піл өте мықты екенін осы жерде көрсетіп тұр. Мына піл, ал мына мысалы тура өкінішке орай қара патшаға көмектесе алмайды. G2 асығудың қажет жоқ. Цук-цванг кезінде ең бастысы мақсатымыз не? Қарсыластың жүрістерінің аяқталуы керек. A3, F2, F1, G5 амал жоқ, енді қарсылас деген жүрістер аяқталып жатыр, не істерін білмей жатыр, және бұны біз пайдаланамыз. Тура F5, G4, C5, C6 және C7. Осымен ойын аяқталды. Әрине, көптеген варианттарды көруге болады. Юрий Соломаханың видеосынан көрсеңіздер болады. Тағы да мен бұйырса қазір сілтемесін кіргіземін. Міне осындай партияда ойын аяқталды, қарсылас жеңілді. Міне ойынның ортасындағы цук-цванг, бұл партияны да қазақ аудиториясы көру керек деген оймен бүгін видео жаздым. Егер де каналдағы видео ұнайтын болса, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңызға болса жауап беруге тырысамын, достарыңызбен бөлісіңіздер, қазақша шахматты дамытуға тырысайық. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.